Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дамды әрі ерекше шығатын Орео пирогын дайындаймыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, оригинал Ореоның дәмі шығатын болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, комментарий, лайк қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін електен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды салып, жай ғана қолымызбен араластырамыз. Кейін бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды салып, крошка жасаймыз. Кейін сахарный пудрамызды, не болмаса сахарымызды салып, тағы да кішкене араластырып жібереміз қолымызбен. Содан соң какао порошогымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Және үстінен жұмыртқамызды саламыз. Температурасы маңызды емес. Кейін қамырымыз бірігу үшін 5-6 қасық сүт пайдаланамыз. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді оны бір шетке алып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін барлық ингредиенттерді бірден салып, блендердің көмегімен еземіз. Бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Толық рецепт описание бөліміне қалдырамын. Міндетті түрде осылай араластырып жіберіңіздер, арасындағы ауалары шығып кету үшін. Енді пирогымыз нағыз Ореоның дәмін беру үшін біз Орео печеньесін салып араластырамыз. Осылай жай ғана қолымызбен турап-турап саламыз. Енді қамырымызды бір үлкен және бір кіші бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін формамызға жайғастырып шығамыз. Міне осылай барлық жерін бір келкі етіп, үстінен салмамызды құямыз. Енді үстіне қалған кішкентай қамырымызды мен осылай жасап шықтым. Бірақ оны өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Мұздатқышқа салып, қатырып, кейін теркадан өткізсеңіз болады. Қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіреміз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын. Бірден кесуге болмайды, міндетті түрде толық суытып, содан кейін кесеміз. Мен осылай әсемдеп шықтым, бірақ әсемде өз қалауларыңызша жай ғана сахарный пудра сеуіп қойсаңыз да өте дәмді болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, дәмі нағыз Орео печеньесі сияқты өте дәмді болып шығады. Және де бұның құпия бір ингредиенті, ол Орео печеньесін алғанда міндетті түрде клубничный жаңағы дәммен алыңыздар. Сол кезде пирогтарыңыз өте ерекше жаңағы оригинал Ореоның дәмін беретін болады. Достар, егер менің видеоларым сіздерге ұнап жатқан болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Өзім көп балалы ана болған соң, жеңіл, оңай әрі тез жасалынатын рецепттерді жақсы көрем. Сол үшін сіздермен де осындай жеңіл, тез жасалынатын рецепттермен бөлісетін боламын. Ал сәттілік достар, келесі кездескенше ас болсын. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіздермен болған Мира.